Отандық танымал әнші әрі актриса Айгүл Иманбаева желіде күйеуімен түскен жаңа видеосын жариялап, елді тәнті етті. Онда Ерлі-Зайыптың жағажайында серуеніп жүргенін байқауға болады. Жас жұбайлар отандастарына сәлем жолдап, бейне жазба соңында бірге жүрек белгісін көрсетіп, қайырлы таң, қайырлы күн, Қазақстанға қайырлы кеш, бізден ерекен екеумізден баршаңызға жалынды сәлем, деді актриса. Бұған дейін Айгүл Иманбаева күйеуімен түскен жаңа суретін жариялап, оған әсерлі жазба арнаған еді. Өнер иесі бүгінде Америка Құрама Штаттарына жолдасының қасына оралды. Сонымен қатар, әнші күйеуі екеуінің некесін қиғанда өнердегі әріптесі Марат Омаровтың қолдауы ерекше болғанын айтты. Желіде жастар арасында аса танымал әнші Тұрар Ыдырыстың қайтыс болғаны туралы ақпарат тарады. Өнер иесі бұл жаңалықтарды бірден жоққа шығарып, оны жариялағандарға жауап берді. Тұрар Ыдырыстың қайтыс болғаны туралы ақпарат TikTok желісінен тарап кеткен. Тұрар Ыдырыстан айырылып қалдық. Әнші Тұрар 27 жасында қайтыс болды. Иманда болсын, жаны жанатта болсын делінген жазбада. Өнер иесі бұл жазбаны көрген бойда оның астына пікір қалдырды. Мен 96 жылғымын ғой, жалған ақпарат деп жазды Тұрар. Бұл жаңалықтан кейін әншінің тыңдармандары бірден оны сұрақ астына алды. Шоу-бизнес жұлдызы бүгінде үлкен гастрольдік турнеде жүргенін айтып, жалған жаңалықтарға уақыты жоқ екенін жеткізді. Мұқтаж жандарға баспаналы болуға көмектесетін отандық блогер Ырысбала Экранбай 4-ші баласын дүниеге әкелді. Қуанышты жаңалықты желі жұлдызының өзі Инстаграмдағы парақшасында хабарлады. Ал Расул Романұлы ананың құрсағына, әкенің құшағына қош келдің деп жазды ол. Оған қоса Ырысбала Экранбай босанатын кезде қиын жағдай орын алғанын айтты. Блогер тіпті өліп қаламын деп ойлағанын жасырмады. Жарты сағат өзіме келе алмай, өксіп айқайлап жылап алдым-ау, шүкір, барлығы артта қалды. Жүрек деген адамның моторы екен, тоқтап қалса сен де еріксіз тоқтайсың. Керісінше зуылдаса ілесе алмай қаласың деп жазды желі жұлдызы.